Қайырлы күн достар, бүгін біз TeachUp онлайн платформасында қалай тапсырма жасау керек екенін көрсететін боламыз. Біз мұнда мұғалім ретінде кіруді жалғастырып, қазақ тілін таңдап, әрі қарай кіреміз. Одан кейін бізге пән таңдау шығады. Өзімізге керекті пәндерді таңдап, одан соң сыныпты таңдап, кіруді жалғастырсақ болады. Соңында біз регистрация үшін өзіміздің телефон нөмірімізді жазып, аккаунтқа кіреміз. Кіргеннен кейін бізге осындай терезе ашылады. Бұл жерде біз TeachUp онлайн платформасының көптеген мүмкіндіктерін көреміз. Біраз нәрсе жасауға болады. Сабаққа план, презентация, викториналар жасап, сабақты қызықты етуге болады. Біз соның ішінде презентация жасап көрсетсек, мұнда ең алдымен біздің презентациямыздың тақырыбы жазылады. Біз 4-ші сынып үшін қосу және азайту тақырыбын таңдадық. Біздің презентациямыз дайындалып жатыр. Небәрі 1 минуттың ішінде бізге қосу және азайту тақырыбына осындай әдемі қызықты презентация жасап берді.